Сонау 1998 жылдан бері Екібастұздағы МАЭС-2 кәсіпорнының химиялық цехында жұмыс істеп келе жатқан Жұлдыз Рақымжанова бүгінде білдей-бір басшылық лауазымды абыроймен атқарып келеді. Яғни қазір ол цех басшысы. Дегенмен кейіпкердің еңбек жолы қарапайым өндірістік жайлардың тазалықшысы қызметінен басталған. Қажырлық пен еңбекқорлықтың арқасында жұмысшы мамандықтан білдей-бір басшылық атаққа жеткен жерлесіміз жүріп өткен жолдары жайлы естеліктерді нөмірі 24-ші гимназия мектебінің оқушыларымен арнайы бөлісті. Ең астынан төменнен бастағам, уборщик болып бастадым, лаборант болып істедім, инженер болып істедім. Қазір осы жерімге отырмын. Бастық болып. Қарамағымда 60 кісі жұмыс істейді. Жастайынан жұмысшы мамандықты той еткен Жазира Тілектес қызы биылғы жылдың дәл осындай еңбек адамдарына арналып отырғанына қуанышты. Жастармен кездесу мүмкіндігін қолдана отырып, құрметті мейман, оқушылар қауымын қарапайым қызметтен қашпай, маңдай тер төгілген мамандық иесі болуға шақырды. Бұлай жұмыскердерге қарағанда электргазы сварщиктар өте керек болып тұр бүгінгі күнге. Біздің маңайтымызда, Павлодар қаласында мамандықтар бар, оқытатын лицейдар, колледждер бар. Сол баладар сондай колледждарға барып, мамандық таңдаса, өздеріне оқыса жақсы болар еді. Көбі кетіп атады ғой, шетелге кетеді, басқа қаладарға. Осында жастардың қалғанында керек. Осында жұмыс істесе, өзі көп баладардың ата-аналары осында производствода жұмыс істейді. Сол әке-шешелерінің іздерін басып жұмыс істесе жақсы болар еді. Өмірін техникалық мамандықпен ұштастырған кәсіби маманның бала күнгі арманы хирург болу еді. Дегенмен тағдыр жолы Жазира Рақымжанова үшін осы саланы құп көрді. Өмірлік және қызметтік деректерден бөлек цех басшысы қызыққа толы бір күндік жұмысында оқушыларға сипаттап жеткізуге тырысты. Айта кетейік, өңірге өлшеусіз еңбегімен танымал тұлғалармен кездесу кештерін өткізу нөмірі 24-ші гимназия мектебі үшін қалыпты дәстүрге айналған. Және ол оқимыз және қауіпсіз өмір сүреміз науқаны аясында қолға алынып отыр. Шақырылған меймандар тізімінде элиталық кәсіп иелерінен бөлек еңбегімен елге сыйлы болып жүрген жұмысшы мамандарда баршылық. Мектепте сынып сағаттар өткізіліп жатыр. Мысалы 6-шы А сыныбы Владимир Викторович Смородин, восточный кеніші, шахтер даңқы орден егерін шақырды. Және 6-шы А сыныбы Ибраев Арман Бисимбаевич, восточный кенішінің ауыр жүкті көліктерін жүргізушісін шақырды. 10-шы 11-шы сыныптар арасында біз мектебіміздің қонағы еңбек ері Кайыргелдин Марат Амангелдиевич болды. Восточный кенішінің жұмыскері. Осындай жұмыстар атқарылып жатыр. Өнегелі шара соңында науқанның тікелей ұйымдастырушысы, білім беру ошағы кітапханасының меңгерушісі Алма Күлниязова мәртебелі мейманға келелі сұхбаты үшін алғыс білдіріп, естелік кәдесый ұсынды.